Сәлем менің көрермендерім, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бескі шайға 5 минутта осындай керемет болып пісетін бисквиттің рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа керек, қант, ұн және қопсытқыш керек, разрыхлитель. Және ол болмаса соданы да қоссаңыз болады. Бізге қарап тұрыңыздар, міне бірдей кесе ішінде бірдей салынған қант пен ұн тұр, иә? Осыған мұқият болыңыздар, барлығы бірдей болу керек. 5 жұмыртқамды жақсылап араластырып алдым. Қантымның жартысын қостым. Өздеріңіз білесіздер, миксермен, блендермен бола береді. Қолмен де араластырсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Ұнның жартысын салдым. Үстіне қопсытқышымызды қостым. Менде қалған сол ішінде 1 қасық еді. Кішкентай қасықпен соны қосып жібердім. Қатты скоростарды айналдырамыз. Барлығын қостым, жақсылап араластырып жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Менде чугунный таба, осылай пергаментті төседім майлап, үстіне құйып, әдемілеп. Үйдің жұмыртқасы болғасын сап-сары болып тұр ғой. Шынымен де 5 минутта да дайындап, 180 градуста 25 минутқа пісіріп аласыздар. Бескі шайға өте керемет тіспасар болып шығады. Құлпынаймен әдемілеп қойдым, балаларым сүйіп жейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға.